Бүгін біз видеода мынандай көксеркелерді ұстайтын боламыз. Міне мынандай. Яғни мынандай. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, сол кезде көресіздер осы көксеркелерді біз қалай ұстағанымыз. Кеттік! Керемет! Мынандай кереметті көрдіңіздер ме? Мынандай, ай мына, давай, шыққан Йоу, сенсация. Короче, жол жоқ. Жолсыз жерде келе жатырмыз. Өзіміз прямой жол салдық. Мінекей. Давай. Нормально. Өттің. Ассалаумағалейкум, балықшылар группасының көрермендері. Біз міне қай жаққа бара жатырмыз? Қай жер мынау? Садырбай еле ар жағын көріп бір көріп. Садырбай ауылының көліне бара жатырмыз. Садырбай көлі екен ғой. Сол Нұран суы мына жаққа бәрі құяды екен екенсің. Жол деген мрак. Келем десіңдер, осындай внедорожникпен келмесіңдер. Бүгін біздің выпуск чуть-чуть с юмором. Все, кетті. Колокольчик. Басталды. Біреуін қойдық. Аяқ жерге тасталды. Балық алу басталды. Су кіші ағын екен, біраз болсын кіші шылдырлап тұр. Негізді прикорм немені, донканы кішкене ауыр грузбен қою керек екен. Себебі көрдіңдер ме? Донка слабый болса, кішкенде болса, немесі грузы аз болса, осы сылдырлайды. Ерлан бір нәрсе ұстады. Ақыры отырып маған бер. Не ұстадың ке, көрейік ал. Нормально әрі ғой? Қане, патлама? Үлкен? Ал, бірінші балық құтты болсын. Ол бірінші балық құтты болсын. Биыл ұстадың ба сен балық? Көрістіғым, мынаны үлкен. Енді жібереміз. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, мен атым Адылхан, бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен мінекей біздер балыққа келдік бүгін Садырбай деген жерге. Бүгін 28 тамыз, кеше мен туған күнім болды. Мынандай жер. Мына жақта Садырбай деген. Ошын бір үйлер ма, бірдеңелер бар. Көл бар екен ар жағында. Содан келеді былай қарай Нұра. Мінекей. Осы жерге тұрдық біздер. Машинамыз әні тұр. Машинамыз тұр. Қайықпен бергі бетке өтіп алдық. Мінекей қармақтарымыз бәрін қойып тастадық. Сағат 7 болды. Бүгін мінекей мынандай құрам. Ерік. Ерлан. Кішкентай түсті, қазір соны кесіп неге қоятын боламыз. Міне. Мынандай карась. Екі карась бір. Мындай платва. Жыртқыш балыққа лақтыратын не жасап алайын деп отырмын. Мындай менде закидушка дейді орысша. Сондай істей алайын деп отырмын. Ол үшін мінекей міне 0,6-лық леска, 100 граммдық груз, және мындай стопорок, мындай вернілі жоқ. Қолдан қазір сол закидушканы жинайтын боламыз. Мына ағашқа бұрап қою керек. Ош, мынандай болып шықты ғой міне. Мынау главный леска. Главный лескада мынандай не тұр. Екі стопор тұр. Ортасында мынандай верпілі жоқ. И мынандай 50 сантиметрлік басына мынандай крючогы бар. Астында мынандай грузы бар. 100 граммдық. Осын лақтырып қоятын боламыз. Ұшым судак. Немесе шортан сондайларға. Негізі судаққа арналған. Ошын біздер ночевой қалдық.
Сол мана екі карасьтан басқа балық түспей жатыр что-то. Не екен белгісіз. Тірі балыққа тірі балықты кесіп судаққа лақтырып қойдық. Ол да үндемейді пока. Бір жарты сағаттай күтеміз, болмаса ертең таңертең аулаймыз. Воительный. Да. Қайтып жүрген қандай керемет, таң сағат 6-да жүзген қандай рахат. Келдік ал. Мынандай аралға. Марды тексеріп жүру керек. Не болып жатыр? Не қойып жатыр? Кеше осылай тастап кеттік қой түнде. Ойынан балық бар ғой. Таң атпай бір балық алып шыққансың ғой? Хә? Иә, судак. Таң атпай бір судак алып шыққансың. Бар екен біреу. Мінекей мынандай. Көксерке. Түсіпті мынандай етке. Кеше ет қойсып қойған. Оғышым айтқанда күн суық. Қыстық киіммен жүріп қой. Қыста етін кейін қыстық көріпті. Қыстық шалбар. Таң атты. Сағат неше болып жатыр? 7:30 болған кезде бір поклевка болды менде. Айылып қалдым балықтан жана. Айылғанда ана екіншісіне оратылып қалды маған. Бостатып қойған. Кетіп қалды. Lan тағы да. Дәл соған клевать деп отыр. Мана іліп алдым ғой. Кетіп қалды. Ой. Короче, біз ар жақта жүрсек, Ерлан мына жақта балық ұстаған ғой. Кән көрсет балықтарыңды. Мына жақта жүріп ұстап жатыр ғой. Бүгін 29-ы сағат 8 примерно. Есть. Ұстағанымыз бір ес, бір леш. Нормально? Размер бірдей екен. Жақсы, жаман емес. Мына жерде біз ар жақта отырған. Бізге дымда түскен жоқ. Ал кеттім арғы бетке. Біз балық аулайтынымыз ар жақ. Арғы бет. Алла жасы бір балық түсейін деп тұр. Жақсы жаңалық. Таныш. Давай енді бір шылдырлатып жүр енді. Белгі берсең. Бар. Все. Бір. Бісміллә. Лайым балық болса екен. Ой білә. Алып кеттік аузынан. Білмедім. Или бар ма? Білмедім. Ол не тыныш кештір. Кішкентай бірдеңе сияқты болса. Ой білә. Ерте тат қойдық, а? Күту керек екен до конца. Оған қайдан төзімің шыдамайды. Қайдан? Не? Давай, аспас. Әбден тартыншы, жұтыншы. Все, әкетті. Ах! Бар. Ай, красавчик, келе жатыр дәу балық. Чортан бекен, суыққа бекен. Айлық қалмасыншы бір өзі. Бісміллә. Мен жаға келгенде лақтыра қой енді. Нормальный балық. Давай. Мен әдемілеп түсіріп жатырмын, камерамды түсіріп жатырмын. Бар. Оқ. Акула! Бісміллә. Опа! Базар жоқ мына қара. Е-мое. Судак.
Карас, мынандай карас ұстады. Тісі бар карас десең. мынандай судак бірінші саттым. Көші, қыста ұстадың ғой? Мынандай болған жоқ ол. Да? Мына көрсең. Ана, Вячеславкада түнде ұстағаным бірақ. Ана бар ғой, 1,5 кило бар. Керемет. 1 кило 200. Екіншісі, давай. Таста ар жақ. Салтайға. Мына қызықты қараңдар. Тағы бір судак. Неткен ғажап. Әділханнан босат жерде. Тез жүгір. Анда нормально өлдің бе, түсіп кетпесін. Ана жилкан босап бұла қарай қашты. Наңғыр, әне. Аспай, тұс тағы да. Жа жилкан бұлай тұрды ғой. Әне, бұла қарай қашты да босады. Әне, тағы әкет барады. Қазір тартат қара. Не ойнап тұр жилкан? Қазір тартат ары қарай. Такан, әне, әкетті. Көріпсің бе жилканы? Әне. О, бар бір. Ай, красавчик. Анауың көніп қалды. Бар. Анауың көніп қалды. Алып шығ, асықпа. Керемет. Мынандай кереметті көрдіңіздер ме? Мынандай, ай, мына, давай, шыққа жаға. Йоу, сенсация. Мынандай балық. Анадан ірі қойды. Базар. Ерлан. Кереметті қара. Карас керек емес. Ілініп қалды. Міне 0 ал. Қанша? Міне 1 кило 800. Йоо, тура айтыпсың, сен қолың біледі екен. 1 кило 875. 1 кило 800 басы жоқ. Ал енді сен. Мықты? Анасы 1,5 кило дедім ба мен? Примерно солай дедің. Оны артық айтып қойдым ғой. Көз көресіз. Короче, ана күйеуін оға әйел секілді ғой, қыз бен жігіт қой. Көнтті ма? Кило 300 дедім ба? 1 кило 300 дедім, мен 200 дедім примерно. Глаз ғой. 310. Глаз емес, қолдың несі ғой? Көрдің бе? Bir көзбен қарап айтасың ғой. 1 кило 800, ана 1 кило 300. Біздер ар жағынан. Тұңғыш балығым. Тұңғыш балығым менің. Шығып кетпейсің, молтыр болды. Әрең ұстап кетер дегенде. Қармақтарды қалай майшып тұрған. Реклама жасап жүрек. Тұра тұршы. Асықтырма баланы. Маған әлі қойып болған жоқ, мұны екіншісі. Бұйырса екіншісі деп тұрық. Карась! Сонымен сағат 1 болды. Манадан кейін біз неше? 2 карась. Сол 2 судақ содан кейін болды ғой, да? Содан кейін тынышталып қалды. Айттың ғой бар деп. 2 донка. А? 2 донка. Ананкін алып шықтың да? Қайсыда түскен? Мынаған түскен бұл. Сосын ана донка лесіп келді. Карась! Ақ қараш. Көрдің ба, жел алып кетті балықты. Жел дейсің. Карась! Қараш! Оны айналмай ғой. Ол тарта. Карась! Желмен келді ау деймін. Ерікке түстім, маған түсті да осындай. Сонымен бүгінгі біздің балық аулауымыз аяқталды. Мінекей мынандай балықтар ұстадық қой.
мынау көксерке 1 килограмм 800, мынау 1 килограмм 300, шамамен 400-500 грамм. Мынандай ақ қайран дейтін, ез, алабұға, табан, қарастарошым айтқан кезде мынандай. Осы мінекей мынандай. Жаман емес, жақсы. Че там, Ерлан, не дейсің? Қалай балық алу? Так, мен айтатын, мен толқып тұрмын, бүгінді қойсын. Бүгін рыбалка сәтті болды. Не мешайте, пожалуйста. Твоя очередь придет. Бүгінгі рыбалка сәтті өтті. Мен оң жақ флангта болдым. Әділханмен Ерік сол жақ флангта болдым. Біздер ана аяқта отқа қойды. Футболға қатысы жоқ, бірақ футбол көремдесіңдер, жазылып қойыңдар. Футболда болады. Так, жаңа айтқандай табан алған дегендер бар. Бізге бәрі орысша деген сияқты. Жоқ, қалай саған? Өте керемет күшті болды. Карастар жақсы түсті. Әсіресе жаңағы судақтарды шығарған сәттегі эмоциямды айтып жеткізе алмаймын енді. Үлкені бірінен кейін бірі. Карастарда жаңа қатар-қатарына алып шыққан өте күшті. Адреналин алдық. Жақсы, келіңдер, лайк басыңдар. Сонымен бүгін біздің балық аулауымыз аяқталды. Осындай жаңа көрсеткендей балықтар ұстадық, көксерке ұстадық. Каналға жазылыңыздар. Барлық видеоны қарап шығыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Мұнда макарон бар, султан деген. Специальный осындай. Негізі бәрін жамандайды ғой, біз бірақ мақтаймыз. Қазақстандық товарды, Барлық балықшыларға арналған. қазақстандық өнімді қолданыңыздар.